Бәріңізге сәлем. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі ағзаға өте пайдалы гемоглобинді көтеретін бауыр котлетін дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Котлеттің толық рецептін описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Келесі кезекте сұйық май қосатын боламыз. Сұйық май, зәйтүн майы болса пайдалырақ болады. Келесіде сүт қосамыз және електен өткізілген ұн қосып, жақсылап араластырамыз. Құрметті көрермендер, менің арнама алғаш рет келіп отырған болсаңыздар, арнаға тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Көптеген пайдалы рецептермен бөлісемін. Келесіде сковородкаға сұйық май қосып, қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға осылай бір қасықпен өлшеп салсаңыздар, кішкентай көп дана шығады. Менде осы рецептпен жасағанда 40 дана шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, пайдаларыңызға жараса лайк басып, жақындарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Оларға да пайдасын тигізіп қалар. Екі жағы да өте оңай піседі, бауырсақ секілді. Келесі бетіне ауыстырамыз. Құрметті көрермендер, мен осы айдың соңына дейін 1000 подписчикке жетсем екен деп едім. Менің арманымның орындалуына көмектесіп, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.